Ұлытау ұжымында өзгеріс. 15 жылдан астам этно-рок тобында тер төккен домбырашы бұдан былай жобадағы жұмысын тоқтатты. Ал күйші жігіттің орнын кім баса алады? Ержан Әлімбетов Ұлытауда этно-рокты насихаттап келсе, бұдан былай дәстүрлі күйшілік өнерді дәріптеуді құп көреді. Өзім жеке шығармашылығыма қатты көңіл беріп отырмын. Жеке шығармашылығым, жиналып қалған шығармаларым бар өзім жеке. Негізімен дәстүрлі күйші болып бітіргенмін. Сол дәстүрлі күйді қолға алып отырмын. Жан-жақты болғанда несі жаман. Рүстем Байекеев Ұлытаудағы Ержанның орнын басқан күйші. Соңғы жылдары аталмыш ұжымда қосалқы домбырашының қызметін атқарып келген өнерпаз. Енді негізгі құрамның белді мүшесі. Бірақ көрермен бұл жігітті бірден қабылдай қоймаған. Мен жаңа домбырашы болғаннан кейін халық жатырқап қарайды. Неге Ерекең емес, неге Рүстем деген сияқты. Бұл жерде мен Ерекеңнің орнын басайын, Ерекеңді сахнадан ысырайын деген ниетте емес. Домбыраның үні одан сайын естіле түссін, одан сайын шарықтай түссін деген мақсатта Ұлытауға мені шақыртқан. Айтпақшы, Ержанның жеке кешінде Ұлытаумен қатар Болмановтың өзі де бой көрсетуі тиіс еді. Алайда шұғыл шаруа шыққан продюсер шәкіртінің қасында болмаса да концерттің қаржылай шығынын көтеріпті. Әрбір концерт ол шығыннан тұрады. Сол шығынның бәрін көтеріп, Ерекеңе өзінің бақ батасын беріп дегендей сол жағынан қамтамасыз етті. Бұрындары Голливудты бағындырған Ұлытауда қазір үнсіздік. Бірақ бұл ұжым алдағы уақытта әйгілі Грэмми марапатын еншілеуге ниетті. Ал жеке дара шығармашылығын шыңдауды жөн деп шешкен Ержан өзі түлеп ұшқан топтың келешегінен зор үміт күтеді. Әрбір боранның алдында бір тыныштық болады ғой. Солай деп қабылдаңыздар.